Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 4-ші сыныптың ТЖВ-сына талдау жұмыстарын жасаймыз. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп, подписаться батырмасын басып, лайк қоя кетіңіздер және видеоны соңына дейін тыңдауға кеңес беремін. Осы listening тапсырмасының аудиосын да және тейп скриптін да осында жүктеп қойдым. Алдымен аудиосын бір рет тыңдап шығыңыздар. Екінші рет осы тейп скриптпен бірге салыстыра отырып тыңдаңыздар. Сол кезде қай сөз қалай айтылып жатқанын түсінетін боласыздар. Listenaminute.com Sport. Are you good at sport? I'm not, but I love watching and playing all kinds of sport. My favorite sport is football, the kind with the round ball, not American football. I wasn't very good at football when I was a kid. This did not stop me playing. I played in the park with my friends for hours every day. What is your national sport? Do you like it? I love Japan's national sport, sumo. It is one of the most exciting sports in the world. You have to spend a little time getting to know the rules and the fighters. The greatest thing about sport is that it brings people together from all over the world. Another good thing is that it keeps us healthy. Sports stars are very lucky. They love their job and stay fit by doing it every day. What are you going to play next? Next task for reading. There is given a fairy tale called Little Red Riding Hood. Яғни қызыл телпек ертегісі, осының ағылшынша осы жерде көрсетілген. Осы текстті мұқият барлығын оқып шығыңыздар. Сосын сөйлемнің дұрыс бұрыстығын табу керек. Task 2. Find true or false sentence. First sentence. Little Red Riding Hood likes to wear a red hood on her head. Қызыл телпекке қызыл капюшонын киіп жүрген ұнайды. Яғни бұл сөйлем true болады. The next sentence. A wolf is not hungry. Қасқыр аш болған жоқ дейді. Яғни қасқырдың қарны ашқан жоқ. Мәтінде it's very hungry дейді. Яғни бұл сөйлеміміз false. Келесі, үшінші сөйлем. The wolf sees the woman and the axe. Бұл сөйлем мәтінге қарасаңыздар, дәл осы сөйлем көрсетілген, яғни сөзбе-сөз барлығы дәлме-дәл келіп тұр. Мына мәтіннің өзінде the wolf sees the woman and the axe. Яғни бұл сөйлем true болады. Келесі, төрт. Little Red Riding Hood and the grandma are safe, warm and happy. Бұл сөйлемді соңғы абзацқа қарасаңыздар көруге болады. The Little Red Riding Hood and the grandma go inside. Яғни қызыл телпек және әжесі ішке кіреді дейді. And eat the yummy bread together. Яғни олар тәтті нанды бірге жейді дейді. Inside they are safe, warm and happy. Бұл сөйлемімізде true болады. Себебі мәтінге қарасаңыздар барлығы сөзбе-сөз барлығы келіп тұр. Мына қасқыр әйелді және балтаны көрген кезде қорқып қашып кетеді. Яғни мәтіннің соңында олар уже қазір қасқырдан қорқпайды, қауіпсіз және бірге бақытты өмір сүріп жатыр. Яғни ертегінің соңы бақытты сәтпен аяқталған. Келесі тапсырма бізде speaking бойынша, мына төменде 4 сұрақ берілген, сол 4 сұраққа жауап беру қажет. Бірінші сұрақ. What Kazakh fairy tales cartoons do you know? Яғни, қандай қазақтың ертегілерін, мультфильмдерін білесің дейді. Бізде қазақта ертегілер өте көп. Соның бірі, мысалға, a lot of fairy tales and the cartoons have in Kazakh, for example, Алдар көсе, мақтагыз, ертөстік, алпамыс батыр, қобланды батыр, and etc. Now next question. What English fairy tales cartoons do you know? In English have a lot of fairy tales. They are Cinderella, Rapunzel, Snow White and the Seven Dwarfs, and the Sleeping Beauty, and etc. The third question. Describe the body parts of dragon. Айдаһардың дене мүшелерін сипаттаңыз дейді. Мінекей мына жерде айдаһардың суретін қойып қойдым сіздерге көмек ретінде. Осыған қарап,
мына жерде үлгі ретінде сөйлемді де жазып қойдым. Сол структураға бойынша сөйлем құрап көріңіздер. For example, a dragon is a special animal, so it has a special body. It has a big wings and a long tail, so it has sharp teeth and claws. Айдаһар ерекше жануар, сонымен қатар оның денес бітімі де ерекше. Және оның үлкен қанаттары және ұзын құйрығы бар. Сонымен қатар оның тістері және тырнақтары өткір. Төртінші сұрақта name the character from page 19 who always sleep. 19-шы беттегі кейіпкерлердің атауын айтыңыздар және кім әрқашан ұйықтаған. According to the page 19 always sleep Snow White from the fairy tale Snow White the Seven Dwarfs. Last task for writing. Бұл жерде суреттер берілген, сол суреттерге қарап, сөйлемдердің бастапқы құрылымы берілген және соны аяқтау қажет. Суретте мысалға қандай ойын түрлерін ойнап жатыр, соған қарап сөйлемді толықтыру қажет. Бірінші суретте Гүлнара usually plays board games, яғни Гүлнара әдетте тақталық ойындарды ойнайды. Екіншісінде Сұлтан always plays a puzzle, яғни Сұлтан әрқашан пазл ойнайды. Үшінші суретте Ұлан often plays a chess, яғни Ұлан шахматты жиі ойнайды. Төртінші суретте Маржан sometimes plays computer games, яғни Маржан компьютер ойындарын ойнайды. Бесіншісінде Айжан never plays circus, яғни Айжан ешқашан цирк ойнаған емес. Берік usually plays bowling. Берік әдетте боулинг ойнайды. Сабақ пайдалы болса, лайк басып, подписаться батырмасын басып қойыңыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.